Қазан айының соңында Шығыс Түстімет жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмысшылары мен жұмыс беруші 2014-2016 жылдарға арналған ұжымдық келісімге қол қойды. Жаңа құжатқа қол қоюға Шығыс Түстімет жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің дербес бірлікке айналып, Қазминералс жариялық компаниясының құрамына енуі түрткі болды. Шараға жұмысшылардың атынан кен өндіру, металлургия өнеркәсібі мен аралас өндіріс қызметкерлерінің салалық кәсіп Қазақмыс кәсіподағы мен Қазақстан Республикасындағы тау-кен металлургия өнеркәсібі қызметкерлерінің кәсіподағы жетекшілері қатысты. Келісімшарт осы кәсіподақтың мүшесі болып табылатын Шығыс Түстімет қызметкерлерінің бәріне қатысты. Сондай-ақ оған кәсіподақтарға кірмеген қызметкерлер де қатыса алады. Ол үшін жазбаша өтініш беру қажет. Құжат толық көңілімізден шықты десем өтірік айтқан болар едім. Себебі екі жақты комиссияда сол себепті құрылған болатын. Біз ортақ келісімге келдік. Әрине, біздің талабымыз көп болатын. Бірақ осыған да шүкіршілік дедік. Оның да маңызы зор. Ең бастысы, бұл ұжымдық келісімшартта бүгінде жұмыс беруші мен жұмысшы арасындағы барлық еңбек қатынастары толық қамтылған. Бұл келісімшартта жұмысшылардың еңбек ету жағдайына, тұрмыстық жағдайына қатысты мәселелер толық қамтылған. Құжат авторларының айтуынша келісімшарттың соңғы нұсқасы мен биылғы жылдың сәуір айында Қазақмыс корпорациясымен бекітілген келісімшарттың арасында айтарлықтай айырмашылық жоқ. Шығыс Түстімет жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бөлінген кезде қойылған басты талап жұмысшыларды әлеуметтік қорғау мен әлеуметтік кепілдікті сақтап қалу болатын. Шығыстағы өндіріс алаңынан қызметкерлерді ұжымдық келісімшарттың көшірмесін кәсіподақ өкілдерінен ала алады. Шығыс Түстімет жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ұжымдық келісімшарт туралы Қазминералс инфо корпоративтік басылымының алғашқы санынан толығырақ оқи аласыздар.